береміз. Айта салды. Біріншіден сен қақтасың. Қақтасың деймін. Қайтасың деп қойды. Мұнда мынау. Біз әшейін саған ойнатып жатырмыз. Тоқтап тұр, қаяқтағы стиль өзгерту, не деп кеттің сен? Уайымдамаңдар. Мен білемін не істеу керек. Үйтіп қатты қорқытпа қойса енді. Бір кірсе болды, қадіресіздер осыны. Не дейсің? Стилімізді өзгертуіміз керек. Сен бір стилдің не екенін түсініп алсайшы. Сен өзің түсініп алсайшы, бірінші стилдің не екенін. Қайдан түсінемін, алдың маусымда аз рөл ойнадым ғой. Стилді өзгерту керекпіз ме? Иә, стилді өзгертуіміз халыққа жақын болуымыз керек. Сонда 3 минут өлең айтып, 3 минут әңгіме айту керек па не? Би одан кейін. Би олар 3 минут билеп, 3 минут әңгіме айтады. Шатастырма, олар біреу-ақ. Солай ойнаған командалардың бәрі чемпион. Болды. Қазақ ұлттық университеті ұлттық құрама. Біз бастаймыз. Тоқта, бастайтын да. Қош болды, кеттік достар. Армысыз қымбатты көрдім. Болды. Ашуланбасайшы айтасыз. Алдық екінші орын өтті. Қайырлы кеш, қымбатты достар, маусым ашар құтты болсын. Сонымен көз алдыңызға елестетейік, мұғалімнің ұрсуына әбден үйреніп қалған оқушы сабақта. Балалар, бүгін біз мынау есепті. Қасымов, не істеп отырсың? Мен апай бәрін білем, мүмкін сіздің орныңызға шығып сабақ айтам. Сен не бәрін білесің ба не? Мүмкін мен отыр орныңа е! Қымбатты достар, көз алдыңызға елестетейік. Билеп жүрген тауыққа ренжіп қалған тасбақа. Оң қол қалай ойнайды? Қорқыт жері жоқ. Достар, сонымен ары қарай жалғастырамыз. Барлық криминалды киноларда болатын жағдай біздің көзімізбен. Жоқ, документтеріңіз бар. Қолдарын көтермей қойыңдар, бұл тонау емес, мен жай ішіп өтіп бара жатырмын. Достар, адам өзінің уақытын есептемегендіктен көп жерге кешігіп қалып жатады. Сонымен перзентхананың алдында. Жан, ау, тудың ба? Я. Ұл ма, қыз ба? Көрсетші. Мектепте қол алсыз болды, туғанма қақта жүрсің. Біздің команда ешқашан бір-бірін тастамайды. Достар, ары қарай жалғастырамыз. Сонымен көз алдыңызға елестетейік. Әрдайым барлығын шатастыратын аңқау тонаушы. Сонымен дүкендер. Саламатсыз ба? Қолдарын көтеріңдер, бұл тонау тапанша ақша бәрін салыңдар дейді. Достар, біз ары қарай жалғастырамыз. Сонымен дәріханада болған келеңсіз жағдай. Саламатсыз ба? Саламатсыз? Маған шыдамдықтың дәрісін бергіш. Аха, қазір іздеп көрейін. Тез болсаңызшы. Алдыңғы маусымда аз рөл ойнатты, бір қуантпасын байқұс. Адам өзінің уақытын өте тез өткізу үшін кейде басқа сыймайтын іс-әрекеттер жасап жатады. Сонымен келеңсіз жағдай. Уайымдама, біз сен құтқарамыз, Нұрперзент, көмектес. Кәдімгідей іш пысады екен, тағы не істеп болып кезекте тұрғанда? Несеңіз төлейсіз ба сіз? Достар, ал енді балалық шаққа бір саяхат жасап көрейік. Сонымен аулада. Абла, не істеп жатсың? Мен классик деген ойын ойнап жатырмын. Қалай ойнайды? Тас тастайсың да санмен секіріп қайтып келе жатқанда алып келесің. Аха. Оғына күшті ойнады. Күшті ойнады. Иә, күшті. Абылайхан деген. Бекзат мен қазір білем, иә? Аха. Арада бір сағат өтті. Абылай, маған қалай тоқтатам? Қымбат достар, жалпы соңында
армансыз бұлбұл. Мысалы, кішкентай бала жас кезінен өзіне мақсат қойып, тезірек мектепке барсам екен деп армандайды. Мектепте оқып жүрген бала тезірек жоғарғы оқу орнына түссем екен деп армандайды. Жоғарғы оқу орнында тезірек жақсы диплом алсам екен деп армандайды. Сөйтіп дипломын алып үйіне барып, жұмыс тапсам екен деп армандайды. Жұмыс іздеп жүріп, әскерге кетемін. Әскерде үйін сағынып, тезірек үйге барсам екен деп армандайды. Үйіне барған жігіт тезірек жұмыс тапсам екен деп армандайды. Сөйтіп соңында кішкентай баланың алдына қойған мақсаты орындалып, өзіне ұнаған жұмысын тауып, арманына жетеді. Түйін. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұлттық құрама арманға деген соңғы қадам. 9-шы